Барлықтарыңызға қайырлы күн. Ағылшын тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге толқын. Бүгін біз сіздермен сәлемдесу тақырыбындағы сөздерді талдайтын боламыз. Greeting. Сәлемдесу деп аударылады. Hello. Және hi сөздері. Бұл сөздер қазақ тіліне сәлем деп аударылады. Яғни өзіңіздің таныстарыңызға, достарыңызға, замандастарыңызға осылай амандаса берсеңіздер болады. Hello немесе hi. Good morning. Қайырлы таң. Good morning. Good afternoon. Қайырлы күн. Good afternoon. Яғни бұны біз күндізгі 12-ден кейін қолдана берсек болады. Good evening. Қайырлы кеш. Good evening. Good night. Good night. Қайырлы түн деп аударылады. How are you? Қалың қалай немесе қалыңыз қалай? How are you? Thanks, I'm fine. And you? Рахмет, жақсымын. Өзіңіз қалайсыз? Немесе сен ше? Өзің қалайсың деген мағынада сұрағымыз келсе, осы сөздерді қолданамыз. Енді осы қалың қалайдың басқа да синонимдеріне тоқтала кеткім келіп тұр. Себебі мектепте бізде көбіне тек қана how are you мен шектеліп қалатынымыз рас. How are you doing деп сұрасақ болады. Ол да қалың қалай деген мағынаны білдіреді. Бұған жауап ретінде сіздер мына сөздерді қолдансаңыздар болады. Very well, thanks. Өте жақсы, рахмет. Pretty good, жақсы. Great. Great дегеніміз керемет деген сөз. Немесе күшті. Қалайсың? Күшті дейді. Not bad. Жаман емес. Not bad. How is it going? How is it going? Бұл қалың қалай дегеннің бір түрі тоже. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. It's going well деп жауап берсеңіздер болады. Жақсы. It's going well. What's up? What's up? Яғни не жаңалық? Не жаңалық деп сұраймыз, өте жиі біз. Соған жауап ретінде ешқандай nothing. Nothing. Немесе nothing much. Тыныш дегенге келеді қазақша. Nothing much. Not a lot. Not a lot. Бұл да nothing much-тың синонимі. Мінекей достар, біз бүгін сіздермен сәлемдесу түрлерін өттік, хал жағдай сұрасуды да үйрендік. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.